Бүгінгі сабақта біз базалық лекаланың алдыңғы бойына, алдыңғы артқы бойына сызық қой, соның алдыңғы бойына виточканы қалай ауыстырамыз. Түрі бар негізі бұның. Соның сіздерге бір 7 түрін көрсетіп беремін. Ол үшін бізге осы алдыңғы базалық лекалада сызып алған алдыңғы артқы бой бар. Осы алдыңғы бойымен жұмыс жасаймыз. Бұның бірнеше түрі бар деп айттым ғой, мана. Енді мынау бірінші түрі, яғни виточка деген қазақша әдіп деп аталады. Осы әдіпті былай көшіреміз. Бірнеше тігілу жолдарын өзгереді ол кезде, көшірген кезде. Мынау бірінші әдісі, яғни киіміміздің тігісі иық бойынан түсетін болады. Мынау осылай қалады, осылай. Одан кейінгі әдіс біреуін көрсетемін. Яғни бұл көп деп қолданатын әдістердің бірі центр груди, сосын висота груди екеуінің қиылысқан нүктесінен бастап енді біз иық бойынан ашылды. Енді біз қолтық ойындысының шамалап орталарынан бастап ашатын боламыз. Бұл әдісі өте көп қолданатын әдіс, Виктория әдісі деп те аталады. Пасон көйлектерін. Енді мына жерде центр груди, осы нүктеменен мына нүктені бір-біріменен доға сызықпенен әдемілеп сызып шығамыз. Бұл өте көп қолданатын пасондардың бірі. Енді осыны былай киіп аламыз.